Тікелей эфирде 7 News, студияда Айша Жақсыберген. Қайырлы кеш. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін 28 маусым байланыс және ақпарат қызметкерлер күні. Мерекеге орай облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев сала үздіктерін арнайы құттықтап марапаттады. Бұқара мен билік арасында алтын көпір болған қалам ұстаған қауымның бүгін төл мейрамы. Кәсіби мерекелеріне қарамастан олар әдеттегідей жұмыс жасауда. Қызығы мен қиындыққа толы маман иелер туралы толығырақ жаңалықтарымыздан көре аласыздар. Жамбыл ауданында қылмыс өршіп тұр. Орын алған құқық бұзушылық неге дер кезінде анықталып, қылмыскерлер жазасын тартпайды. Осы және өзге де сұрақтар бүгін қоғамдық кеңес өкілдерінің қатысуымен өткен жиында талқыға түсті. 28 маусым байланыс және ақпарат қызметкерлер күні. Кәсіби мерекеге орай облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев аймақта жемісті еңбек етіп жүрген осы саланың мамандарын құттықтады. Қоғамдық ой пікірді туғызып, жаңалықтың жаршысы болып жүрген мереке иелеріне артылар міндет те жоғары. Өңір басшысы құрмет көрсеткен салтанатты жиыннан Жансұлу Дүйсенәлі. Жамбыл облысында бүгінгі таңда 52 бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс істейді. Оның ішінде 48-і мерзімді басылым болса, 2 телеарна және 2 ақпараттық агенттік жарыса жаңалық жазады. Олардың саны биыл тағы 4-еумен толықты. Бір телеарна жаңа жұмысқа кіріссе, 3 басылым өз ісін бастады. Еліміздің қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық тыныс-тіршілігін жарыққа шығарып, қоғамдық сананы қалыптастыруға олардың қосатын үлесі зор. Жегені жантақ, арқалағаны алтын болған сала мамандарына облыс әкімі алғыс білдіріп, құрмет грамотасын табыс етті. Алдымен барлықтарыңызды төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, өздеріңізге денсаулық, барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Аймақтың тыныс-тіршілігін насихаттау үшін баспасөз бен телеарна, радиоға жыл сайын жергілікті бюджеттен қомақты қаражат бөлінеді. Демек, қолдау бар жерде тындырымды тірлік те бар. Халықтың көзі, құлағы һәм тілі болып жүрген қауымға алдағы уақытта да демеу көрсетілмек. Сондай-ақ Жамбыл жерінің абыройын алталашқа асқақтатып жүрген республикалық мерзімді басылымдар мен телеарна тілшілері де осы жиыннан табылды. Бүгінгі үлкен мерекелерімен құттықтаймын. Алдағы уақытта да ел қамы үшін еңбек етіп, алдыңғы қатардан көріне берсін. Елімізді жақсы ақпараттар мен жағымды жаңалықтармен қамтамасыз етіп, дені қарындарды сау болып, отбасы ошаққа самы болып, қызметте табыстан табысқа жете берсін. Барлығы да шетінен шын намыскер, көңілінен шығатын тұлғалы істер. Әр саланың басында жетекші болып, әрқашанда жүреді журналистер. Сондықтан да қуанышпен жеткен бүгін мерекелерің құтты болсын журналистер. Міне бүгін облысымыздағы барша ақпарат құралдарындағы, бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет ететін журналистерді облыс әкімі Кәрім Нәсіпбекұлы қабылдауына шақырып құттықтап жатыр. Баршана журналистер қауымын бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Әрқашан шығармашылығында табыс, қаламы қарымды болып, әрқашан осы ел үшін, жер үшін қызмет ете берсін деймін. Мемлекетіміздің мүддесі мен мұраты жолында аянбай тер төгіп жүрген қаламы ұшқыр, ойы жүйрік журналистердің алдағы уақытта да жақсылықтың жаршысы болып қала бермек. Салтанатты жиын соңында облыс басшысы қалам ұстаған қауымның елбасының салиқалы саяхатын насихаттай беретіндеріне сенім білдірді. Құрметке бөленгендер естелік суретке түсіп тарқасты. Жансұлу Дүйсенәлі, Марат Таубаев, 7 News. Жастарға ұлттық патриоттық тәрбие беру, рухани азық боларлық құнды дүниелер мен тың жобаларды ұсынуды басты мақсат еткен 7 ТВ телеарнасының ұжымы мереке күні талғамы жоғары көрермендерге ерекше тарту жасамақ. Облыста осыдан небәрі 2 ай бұрын шымылдығын түрілген телеарна қазірдің өзінде 16 сағат бойы ақпараттық танымдық, тарихи деректік, қоғамдық сараптамалық, ойын-сауық ән-сазды бағыттағы бағдарламалар мен сапалы салмақты жаңалықтарды тікелей эфирде көрсетіп жүр. Ақпарат айдынына қадам басқан 7 ТВ телеарнасына жүктелген міндеттер аз емес. Соңғы 25 жылда Жамбыл жерінде қайта қанат жайған жаңа телеарна облыс үшін жаңашылдық болды. Қазірде республиканың түкпір-түкпірінен жиналған білікті мамандар жаңадан қадам басқан арнаның аяғына нұқтыру жолында аянбауда. Жас мамандарды да тәрбиелеп еңбекке баулуда. Бекершілік емес екен әрине. Мәселен, бүгіннің өзінде телеарна облыстағы зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлерінің оң бағасын алып үлгерді. Алдыңғы қатарлы каналдың біреуі болады деп мен сенемін. Өйткені каналдың басында онда қызмет етіп отқандар көбінесе жастар, байқаймыз. Енді жас келсе іске дейді. Рухани байлыққа
білімге, мәдениетке жетелейтін жақсы сүрлеулерменен жүріп отырып, үлкен биіктерден көрінеді дейтін. Жас бала сияқты бұлар жаңадан бастап отыр. Бірақ осы аз уақыттың ішінде шыны керек өте бір біздің халыққа бір Жамбыл облысына сүйікті каналдардың біріне айналды. Себебі әр көрсету кезінде жалпы біздің Жамбыл облысының тұрғындарының алдында облыстың жетістіктерін, жаңалықтарын, халыққа жағымды мәселелерді көрсетіп жатыр. Өте мазмұны мәнді, сәнді айтарым, өңген сапа жағына да жақсы көрінеді. 2 ай уақыттың өзінде телеарна қала, облыс тіпті республикаға да танылды. Бүгінде Оттау, ID цифрлы арналары мен Алма ТВ желілік арналарынан таратылуда. Танылып қана қоймай, қазірдің өзінде аға буын, жастың, жасымыстың да сүйсініп қарайтын бағдарламалары бар. Сапасы көрсету жағынан басқа каналдардан кем емес. Болашақта негізі телеканалда бағдарламаға байланысты әлеуметтік мәселелер көтерілетіндігі және облыстағы көкейкесті мәселелер айтылатындығы байқалады. 7 ТВ каналы ашылды. Жақын арада ол басқа каналдардан, яғни кем емес, сапасы да жоғары, жақсы жастарға арналған жаңағы передачалар беруде. Телеарнаның талабы жоғары және жоба жоспарлары көп. Ұжымның басым бөлігі тың идеяларын иелері жастар. Алдағы уақытта да қоғамдық ойдың көшбасшылары, арнаның білікті журналистері 7 News ақпараттық бағдарламасы арқылы облыстағы айтулы оқиғалар мен өзекті мәселелерді дер кезінде көрермен назарына жеткізуге асық. Ақбота Қайнар, Арман Сабыр, 7 News. Дәл қазір жаңалықтардан кейін арна тілшілер дайындаған телеарнаның бір тәулік арнайы хабарын өткізіп алмаңыздар. Халықтың айнасы, қоғамның көпірі болып жүрген журналистер қауымның қызық пен шыжыққа толы бір күндік қарбалас өмірмен таныс болуға шақырамыз. Көгілдір жәшіктің ар жағында сіз білмейтін қандай жұмыстар жүріп жатыр. Ақпарат иелерінің хабар дайындау барысында қандай кедергілерге ұшырайды. Сағат 20:00-де қапы қалмаңыз. Бүгін байланыс және ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Қолына қалам ұстаған қауымның еңбегі бағаланатын күн. Кешкі сағат 20:00-де арнайы хабарды жіберіп алмаңыз. Жамбыл облысында оқырманның көңілінен шығып беделді баспасөзге айналған апталық газеттердің бірі Жамбыл Тараз және Новый регион басылымдары. Жыл санап таралымы көбейіп, мәнді мақалалармен көпшілікке ой салып жүрген әріптестеріміздің мерекелік көңіл күйі келесі бейнематериалда. Ең таңдаулы бұқаралық ақпарат номинациясының егері Жамбыл Тараз апталық қоғамдық саяси газетіне биыл 20 жыл. Ол 1996 жылдың ақпан айынан бері жарық көріп келеді. Ең бірінші редакторы Дархан Байтуов болған. Екі тілде жарық көретін газеттің таралымы 9000-нан аса. Және бір ерекшелігі ақпараттары бірін-бірі қайталамайды. Бүгінде көпшіліктің үздік деп санайтын басылымын Эльмира Мырзағали басқарады. Мне хочется пожелать. Көбіне журналистер күнінде барлығы бір-біріне шалқар шабыт, шығармашылық табыс тілеп жатады. Ал мен оларға өз-өздерін дамытуға күш салуды тілер едім. Творческий потенциал. Қалың оқырманның ыстық ықыласына бөленіп үлгерген келесі басылым Новый регион апталық газеті. 1999 жылдан бері жарық көріп келе жатқан газеттің өсіп өркендеуінің басты құпиясы ұжымның ұйымшылдығында дейді журналистер. Мен Новый регион апталық газетінің атынан барлық әріптестерімізді шын жүректен құттықтаймын. Шығармашылық бағытта кенеліңіздер, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Теңіз ойларда тербеліп жүретін шығармашылықтың адамы әрқашан шыншылдықтың жаршысы, іспеттес. Осы салада аянбай тер төгіп жүрген шығармашыл жандардың әлі де Жамбылдың жағымды жаңалығын жұртқа жеткізу жолында қаламдарын ұштай бермек. Нұрболат Жолдасбек, Камила Жұмаділова, Ермек Кеншімбек, Арман Сабыр, 7 News. Өскелең ұрпақтың санасына патриоттық сезім ұялату, қазақы тәрбие беруде сараптамалық, тарихи танымдық, әдеби көпшілік баспалардың рөлі орасан. Сонымен қатар әлемдік шоу-бизнес сән мен сахна жаңалықтарын жариялап жүрген оқырманы баршылық басылымдарда бар. Бүгін арна тілшілері облыста кеңінен таналған Жамбыл, Қарахан, Проспект, Абай журналдарының редакцияларында болып тыныс тіршілігімен танысып қайтты.
Республикалық әдеби көпшілік танымдық Жамбыл журналы 2004 жылдан бері 2000-нан астам таралыммен оқырманға жол тартып келеді. Қазірде журнал 3 айда бір рет Алматы қаласы өлке баспасының баспаханасында басылып шығады. Журнал болашақ ұрпақта әдеби әңгімелер мен тәрбиелік мәні бар мақалалардың көптеп болуына бағытталған. Қазіргі таңда жастарға патриоттық тәрбие беріп, рухани дамуына септігін тигізіп жүрген бірден бір басылым осы Жамбыл журналы. Бүгінде республика бойынша ең үздік журналдардың қатарында. Кейде публицистикалық материалдар береміз, тарихи танымдық, дүние танымдық, осындай материалдар жариялап отырамыз. Облыс баспасөзі тарихи танымдық Қарахан журналымен қайта қауышты. Өткен жылы қайта тіркелген журналдың алғашқы саны Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Баспаның облыс көлемдегі таралымы 100 дана. Айына бір рет жарық көретін журнал алдағы уақытта өңірдегі авторларын көбейтіп, аудандардағы тарихи жәдігерлерді, ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттауды көздеп отыр. Алдағы уақытта тек қана біздің хандығымыздың тарихы емес, еліміздің тарихы. Ал еліміздің тарихын ол біздің шежіремізбен байланыстырып жүргізбесе болмайды. Өйткені біз қазақ елі бірнеше рулы тайпалардан құралған елміз. Абай даңғылы журналы сән әлемі, сондай-ақ шоу-бизнес жайында хабарлар тарататын қаладағы жалғыз басылым. Мұнда сән, келбет, өнер жайлы бүкіл әлемдік қызықты жаңалықтар қамтылады. Сондай-ақ демалыс күндері отбасымен бірге оқуға керекті заманауи әдеби шығармалар, музыка және әр маусымға арналған киім үлгілері жайында мақалалар жазылады. Әр басылымда атақты тұлғалардың өмірлері баяндалады. Журналдың Абай даңғылы деп аталу себебі біріншіден Абай даңғылы Тараз қаласындағы ең ірі әрі кең көшелерінің бірі және Абай қазақтың бас ақыны. Болашақта журналға өзге де тарихи ғылыми тақырыптарды қамту жоспарда бар. Журналистер шыншылдықтың жаршысы. Журнал қызметкерлері бақ өкілдерін төл мерекелерімен құттықтап, барша жастарды ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, әдеби басылымдарды оқуға шақырды. Ақбота Қайнар, Валерий Татаренко, 7-7 News. Ақпарат агенттігі облыстың саяси әлеуметтік мәдени жаңалықтарын бірінші болып хабарлап, халық көкейіндегі өзекті мәселелерді қозғайтын бірден бір сала. Арнамыздың тілшілері осы салаға жаңадан қадам басқан Жамбыл News ақпараттық агенттігінде тыныс тіршілігімен танысып, журналистер күнімен құттықтап қайтты. Жамбыл News ақпараттық агенттігі 2015 жылы өз жұмысын бастаған. Аймақта бірінші болып құрылған сайт аз уақыттың ішінде облыста оқырманы ең көп агенттікке айналып үлгерген. Порталда облыстың ең соңғы жаңалықтарымен қатар шетелдің маңызды хабарламалары да жарияланып отырады. Қазіргі уақытта Жамбыл News агенттігі Жамбыл облысының ақпараттық брендіне айналуда, дейді сайттың басшысы. Жамбыл News ақпараттық агенттігінің құрылғанына осы жылы 2 жылдай уақыт болып қалды. Нақтырақ айтсақ, 1,5 жыл болды ғой енді. Осы жылдар әрине біз үлкен бір белестерді бағындырмасақ та үлкен бір жетістіктерге жеттік деп мен ойлаймын. Өйткені ақпарат агенттіктердің жалпы басты мақсаты ол жедел түрде ақпарат жеткізу. Біз соған жеттік деп ойлаймын. Өйткені бізде мысалы көп іс-шаралар болады, іс-шараларда біздің журналистер қатысады, сол іс-шараларды біз жедел түрде 1 сағат, 2 сағат, 3 сағаттың көлемінде таратуға тырысамыз. Бүгінде Жамбыл News агенттігінде 6 қызметкер жұмыс істейді. Бас редактор, 4 тілші және оператор. Журналистердің екеуі қазақ тілінде, екеуі орыс тілінде. Күнделікті ақпаратты жылдам әрі сапалы түрде жазып, сайттың беттерінде жариялайды. Ал операторлар жазылған мақалаға байланысты фотосуреттерді дайындап, бейне материалдар жинаумен де айналысады. Бүгінде Жамбыл News ақпарат агенттігін күнделікті 15 мыңнан астам адам ашып, қарап, жаңалықтарымызбен танысып отырады. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдары, құрметті журналистер, алтыны арқалағаны, алтын жегені жантақ қызмет өкілдері, сіздерді бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Қаламдарыңыз ұштала берсін, жазарларыңыз көп болсын, жағымды жаңалықтардың жаршысы бола білейік. Бүгінгідей әлеуметтік желі басты орындардың бірін алған уақытта агенттік заман ағымына сай қалыспай, әртүрлі әлеуметтік желілерден 1 миллионнан аса оқырман жинаған. Белгілі ақпарат агенттіктері, жаңалық порталдары және еліміздің жетекші басылымдары да сайттың өзекті жаңалықтарына желі түрде сілтеме жасауда. Сондай-ақ сайт хабарламаларын халықаралық ақпарат көздері де пайдалануда. Жансұлу Дүйсенәлі, Марат Таубаев, 7-7 News.
Жамбыл ауданында қылмыс өршіп тұр. Көрсеткіш жыл басынан бері 223-тен 315-ке өскен. Ал елді мекенде қылмыстың алдын алу нәтижесіз болуда. Бұл туралы облыстық қоғамдық кеңестің аудан жұртшылығымен кездесуінде баяндалды. Келелі кездесу бұзақылар мен заңды белшесінен басқандардың әрекетіне құрық салуды көздейді. Тілшіміз Нұрлан Асқар жиыннан жинаған ақпаратын айтып берсін. Қазір халықты алдаймаймыз. Неге мемлекет шығарып отыр қоғамдық кеңесті, өкімет? Осының бәрі глассыз болсын, мемлекет халыққа есеп беретін өкімет болсын. Аудандық мәдениет үйінде өткен қоғамдық кеңес осылай басталды. Жиылған жұрттың қарасы қалың, себебі ауданда қылмыстық жағдайды оңтайландыру кезек күттірмес мәселе болып отыр. Кеңестің басты мақсаты да осы. Қоғамдық қабылдау аудан әкімінен бастап мәслихат хатшысы, әлеуметтік сала өкілдері, ауыл аймақ учаскелік инспекторы шақырылып, дүйім жұрт алдында есебін жүргізді. Аудандық ішкі істер бөлімі материал техникалық қамсыздандыруға 10.593 мың теңге бөлініп, ал ағымды жылы қаржы тапшылығына қарамастан қылмыспен құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында 13.600 мың теңге қарастырылып отыр. Ауданда қазір қылмыстың барлық түрі көбейген. Жалпы 5 айлық көрсеткіш бойынша қылмыс деңгейі 55%-ға жетіп отыр. Ұрлықтан бастап қарақшылық, алаяқтық, жеңіл ұшынан жалғасқан жемқорлықпен қатар ауыр қылмысқа да жол берілген. Басты себеп әлеуметтің әлеуетін төмендігі. Бұқараның жаппай наразылығын тудырып отырған мәселе мал ұрлығы. Мысалы, ағымдағы жылы 35 дерек тіркеліп, оның 38%-ға ашылған. Ұрылардың ұсталуы өте сирек, ұсталмай кетеді. Қоғамдық кеңес жоғары шығып, парламентке, өкіметке шығып, заңды күшейтсе, бір себеп болар еді деп ойлаймыз. Ал жалпы мүлік тонау фактісі негізінде қылмыс көрсеткіші 52% құрап отыр. Тағы бір мәселе, ауданда автокөлік жолдарындағы апаттық жағдайда өзекті. Соңғы 5 ай бойынша 38 көлік оқиғасы тіркелген, нәтижесінде 4 адам көз жұмып, 57 адам жарақат алыпты. Жамбыл аудандық ішкі істер бөлімі қызметкерлерімен ағымдағы жылдың 5 айында нөлдік төзбеушілік құқық бұзушылығымен ауданымыздың 2079 азаматына әкімшілік хаттама толтырылған. 549 азаматқа ескерту жасалынып, 1295 азаматқа 9.569.388 теңгеге айыппұл салынған. Шенілердің баяндамасынан кейін сұрақ-жауап негізінде жұртшылықтың шағым өтініштері тыңдалды. Кей ауылдардың тұрғындары учаскелік инспектордың қызметіне дән риза екендігін айтса, енді бірі құқық қорғау қызметкерлерін көрмейміз деп арызданды. Ал тәртіп сақшылары болса, кадр тапшылығын тілге тиек етіп ақталды. Алдағы уақытта әр учаскелік полицейге сол елді мекеннен қызметтік тұрғын үй беріліп, тірек пункттердің материалдық техникалық базасын жақсарту жайы айтылды. Сонда ғана жұмыс нәтиже бермек деп отыр. Жиында айтылған 90 ауыз сөздің тобықтай түйінде осы болды. Нұрлан Асқар, Ермек Кеншінбек, 7-7 News. Бүгін облыс орталығында балалар еңбегінің жайы талқыланды. Мұнда жас жеткіншектердің құқығын қорғауда атқарылып жатқан жұмыстар мен олардың еңбегіне қамқорлық жайы сөз болды. Қазіргі таңда кәсіпкерлердің көбісі кәмелетке жасы толмаған қызметкерлеріне қатысты еңбек заңнамасын орындауға асықпайды. Ал еңбек инспекциясының кәсіпорындарды ескертусіз тексеруге құқы жоқ. Қолданыстағы еңбек шарты тек 16 жасқа жасасуға жол берілген. Бірақ кейде жұмыс берушілер заң талаптарын орындамайды. Сонымен қатар кәмелетке толмаған жұмысшылардың басым көпшілігі физикалық ауыр жұмыстарға тартылады екен. Мұның нәтижесі кей жағдайда еңбек инспекциясы бұл заңға енгізу керектігін айтуда. Олар бизнесті жоспардан тыс тексеруге мүмкіндігі болған кәсіпкерлер тарапынан бұзылатын алдын алуға болар еді дейді. Еңбек инспекциясының жоспардан тексеру жұмыстарын мекеме басшысына 1 ай бұрын хабарлап айтатын болады. Айқындалған жағдайларда еңбек шартына кәмелетке толмаған адамдар оның ата-анасының біреуі, қорғаншысы, қамқоршысы немесе асырап алушысы қол қоюға тиіс. Кодекстің 69-шы бабымен кәмелетке толмаған жұмыскерлерге жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленген. Алда спорт жаңалықтары, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстан барысы республикалық турнирі 3 шілдеде Астана қаласында өтеді. 6 жыл қатарынан өткелі отырған турнирде облыс намысын 4 балуан қорғайтын болады. Толығырақ спортшылар дайындығымен танысып қайтқан, тілшіміз тарқатсын. Бас қалада ұйымдастырылатын биылғы турнирге 14 облыспен қатар Астана және Алматы қалаларынан 34 палуан қатысады деп күтілген. Алайда Қазақ күресі федерациясының мамандарының шешімімен допинг дауына ілінген 4 спортшы жарыстан шеттетілген болатын. Қазіргі таңда облыстық іріктеуден өткен 3 шампозымыз финалдық кездесуге сақадай сай. Бапкерлердің айтуынша, олар бүгінде оқу жаттығуларын тәмамдап Астанаға аттануға дайын. Оқу жаттығу жиыны бүгін күнге дейін оқу жаттығу жиыны өтті. Енді балдардың дайындығы өте жақсы деуге болады. Енді
бәрі бір алладан дейді ғой, енді Құдай қаласа, енді жақсы өнер көрсетіп жатса, алдыңғы бірінші орынға шығамыз деген ойда бармыз енді. Естеріңізге салсақ, өткен жылы Қазақстан барысы атанған Бейбіт Ыстыбаев биылғы додаға еш іріктеусіз жолдама алған. Сонымен қатар Айбол Айтбеков пен Дәулетхан Жақыповтар өңір үмітін арқалап озық шығуға тырысатын болады. Астанада өтетін ертең 3-ші шілде күні өтетін дүбірлі Қазақстан барысы деген жарысқа қатысайын деп отырмын. Осы Жамбыл облысының атын қорғаймын. Дайындық енді жақсы болды. Енді бап шабуым дейді. Баптың бәрін келтірдік, енді бақты күтеміз. Өткен жыл 2015 жылғы Қазақстан барысының финалында өнер көрсеткен. Енді осы биылғы 2016 жылғы Қазақстан барысында жеңіс тұғырынан көрінемін деген ойдамын. Айта кетейік, биылғы бәсекенің жүлде қоры 42 миллион теңгені құрап отыр. Бірінші орын алған палуанға 25 миллион теңгемен қатар Астана қаласынан бір бөлмелі пәтер бұйырмақ. Сонымен қатар үздік шыққан техникалық жағынан айла тәсілдерімен көзге түскен балуандарға автокөлік сыйға тартылатын болады. Жерлестерімізге жанкүйер болайық. Мерей Байет, Арман Сабыр, Жеті Ньюс. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легосындай амандықта жүздескенше. Ал қазір ертең арналған ауа райы мәліметі.